Балабақшалар да лицензияланатын болады. Асхат Аймағамбетов Қарағандыдағы есеп беру кездесуінде мектепке дейінгі тәрбие реформалары туралы айтты. Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің басшысы қалалық және аудандық білім бөлімдерінің басшыларымен, мектеп директорларымен және балабақша меңгерушілермен кездесті. Толығырақ келесі сюжетте. 10 жыл бұрын осы балабақшаларды лицензиялау бойынша, тексеру бойынша шешімнен бас тартып, осы балабақшалар лицензияланбайтын болды және де тексерілмейтін болды. Әрине де бұл өзінің оң әсерін тигізді. Соның арқасында бізде жекеменшік балабақшалардың саны артып, қазіргі уақытта осы қамту көрсеткіші көбейіп отыр. Бірақ қазіргі уақытта бізге сандық көрсеткіштерден гөрі сапа көрсеткішіне біз назар аударуымыз керек. Сондықтан осы тұрғыда біз лицензиялауды қайтаруды жөн көріп отырмыз. Бүгінгі күні жекеменшік мектептерді, колледждер мен жоғары оқу орындарын лицензиялау үйреншікті тәжірибеге айналған. Асхат Аймағамбетов мектепке дейінгі және орта білім беру жүйесіне енгізілетін өзгерістердің маңыздылығын түсіндіріп, барлық өзекті сұрақтарға жауап берді. Балабақшалар деңгейі бойынша жалпы қазіргі уақытта еліміз бойынша да, Қарағанды облысы бойынша да үлкен жұмыс жүргізілді. Қазіргі уақытта 3 пен 6 жастағы балалардың осы балабақшалармен қамтылу пайызы өте жоғары, жалпы 99 пайыздан асып кетті. Бірақ негізінен қазіргі уақытта біздің алдымызда тұрған тағы да бір мақсат, ол 2-6 жастағы балаларды балабақшалармен қамту болып табылады. Әрине де бұл көрсеткіш әлде де жеткіліксіз, және де ең басты мәселе осы балабақшалар бойынша балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және де осы балабақшалардың қызметінің сапасын арттыру. Бірінші мәселе бейнебақылаумен 100% қамту, екіншісі штаттық норматив орындалуының сәйкестігі. Балаларға қол көтеру деректері анықталған балабақшаларда кей кездері топта 50-60 баладан болатыны кездеседі, және оларда бір ғана тәрбиеші, кей жағдайда ол тәрбиеші біліктілік деңгейі бойынша жұмысқа сай келмей жатады. Бұған дейін балабақша топтарында 25 баладан аспайтын кезде нормативтер сақталған деп толықтырды министр. До обеда приходит воспитатель. Түскі уақытқа дейін бір тәрбиеші келеді. Ол өзінің тәрбие күтушісімен бірге жұмыс істейді. Түстен кейін екінші тәрбиеші келеді. Мұның бәрі жай ғана жасалып отырған жоқ. Сондықтан да егер біз көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз еткіміз келсе, тәрбиешілерге қойылатын біліктілік талаптарын және штат бойынша нормативтерді қамтамасыз ету бөлігінде барлық мектепке дейінгі ұйымдар осы нормативтерді сақтауы тиіс деп санаймыз. Санитарлық және өртке қарсы талаптарды сақтау бойынша да талаптар қатаңдатылады. Балабақшаларда қаржыландырудың ваучерлік механизмі енгізіледі. Электронды шотқа ақшаны ата-аналар алып, балабақшаға төлейтін болады. Осы бағыттағы пилоттық жоба Нұр-Сұлтан қаласында қолданылған. Енді жақын арада ол жобамен барлық өңірлерді қамту көзделіп отыр. Тәрбиешілердің жалақысын көтеру міндеті тұр. Бұрын бірнеше адам бір орынға үміткер болса, қазір олардың саны тек біреуді құрап отыр. Это показывает, что Бұл бізге тәрбиешілер үшін, мектепке дейінгі ұйымдардың қызметкерлері үшін әлеуметтік пакетті жақсарту қажет екенін көрсетеді. Ал кезек бойынша сұраққа келетін болсақ, біз осы жылы бүкіл ел бойынша бірыңғай кезекті құруды жоспарлап отырмыз. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5-ші арна.